отырған Жанурдың папасы емес па? Я, сол ғой, тағы да ішілан сияқты. Оның несіне талын қаласыңдар? Ішіп алып мас болып жүру оның әдеті ғой. Оның барлығы біледі. Нұрхан, оны барлығы біледі деп қарап тұрғанымыз болмайды. Жүріңдер, оданша үйіне жетіп алуына көмектесейік. Дұрыс айтасың, Ерасыл. Әйтпесе мұнақ тоқтап қалуы мүмкін. Жарайды, жүріңдер. Жеткізіп салайық. Ассаламағалейкум, халыңыз қалай? Сендер кімсіңдер тағы? Азат ағай, біз сіздің қыздарыңыздың достарымыз. Менің атым Ерасыл, ал мынау Нұрхан, ал мынау Аяна, ал мынау Аймира. Менің қарындасым. Танымаймын. Қалай танымайсыз? Біз сіздің үйіңізге бірнеше рет бардық. Мүлдем есіңізде жоқ па? Ағай, жүріңіз, біз сіздің үйіне жеткізіп саламыз. Мұнаққа отыруға болмайды. Полиция көрсе алып кетуі мүмкін. Иә, ағай, жүріңіз. Сендер анау. Құс. Жүріңіз, Азатай. Сізге үйге қайту керек. Алло? Иә? Ол жағын уайымдамаңдар. Нысандардың барлығы өз уақытында тапсырылады. Мердігерлердің бәріне алдын ала ескертілген. Оның үстіне бірінші рет жасап жатқан жұмыстар емес қой. Сондықтан оны маған қайталап айта берудің қажеті жоқ. Енді бір проблемалар болып жатса, оның бәрін өзім шешемін. Жарайды, жақсы. Рахмет сендерге, балалар. Әкешімді көшеде қалдырмай, үйге алып келгендеріңе ризамын. Оқас жоқ, Айша. Азат ағай, біздің де әкеміздей болып кеткен ғой. Достар, сендер біздің әкемізге ренжімеңдерші. Шынымды айтсам, кейде сендердің алдарында әкем үшін қатты намыстанып кетемін. Мадина, әкем үшін намыстанып кетемін деген қалай? Қандай жағдай болса да, ол сенің әкең. Оның орнына саған ешкім жақсы әкесін алып бермейді. Иә, бірақ әкешімнің көшеде мас болып жүргені менің де жүрегіме қатты батады. Мадина, бәрі жақсы болады, оның барлығы уақытша. Жанур, менде жап-жаңа екі қуыршағым бар. Біреуін саған берейін ба? Жоқ, керек емес, өзімнің қуыршағым бар, анашым алып берген. Жарайды. Жарайды, сендердің миларыңды ашытпай-ақ қояйық. Сендерге тағы да үлкен рахмет. Мадина, Жанр, жүріңдер үйге кірейік, әкешіме сұрпа дайындайық. Жарайды, онда кеттік. Ата-аналарымыз да іздеп жатқан шығар. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Әпке, мен қуыршағым шынында ескіріп кеткен бе? Жоқ, ескірмеген, әлі жап-жаңа. Жүріңдер үйге кірейік.
пришел. Папа! Жаным сол, сағынып кеттім ғой сені. Ты мне планшет купил? Ой. Есіме шығып кетті қызым. Пап, ты же обещал. Қалжыңды әрине алып келдім. Ханшайымның тапсырмасын орындамағанда мен не істеп жүрмін? Міне. Вау! Спасибо, пап! Аниса, мен саған үйде қазақша сөйлетіп қанша рет айтуым керек? Кетші, сама знаю, пап, скажи ему. Қойыңдар, ханшайымға ұрыспаңдар. Ол өзі үйреніп кетеді. Әке, қазірден бастап қазақша үйретпесек, кейін кеш болуы мүмкін. Қамбар екеуміз үйретек десе, бізді тыңдамайды. Өзіңіз айтып қойыңызшы. Сол ғой, негізі бұны орыс классына бекер бердіңіздер. Өзінің ана тілін үйрене алмай қаламай қорқам. Тыныш. Ана тілі ананың сүтімен дариды. Менің қызым өзі-ақ сөйлеп кетеді. Я жан? Айтпақшы, аналарың қайда? Көрінбейді ғой. Мындамын. Бір демалайын десең осы ғой. Көздеріне көрінбей қаласың. Мама. Раука, көрінбей қалған кезде іздейтін адамың бар екеніне қуансай сен. Қуаныштан жүрегім жарылайын деп тұр, Марат. Неғып тұрсыңдар? Әкелерің келді. Вот постоянно айтам сендерге. Дастархан дайын тұру керек деп. Неғып тұрсыңдар, көздерің бақырайып? Бар. Жарайды, мам. Аниса, бар әпкең көмектес. Аха, в следующий раз. Анашым, айтсаңызшы, Томириске көмектессін. Енді күндерің осы қызға қарап қалма. Істегілерің кемесе айтыңдар, өзім ақ істеймін. Айша деймін. Ау, әкешім. Құлақтарың естімей ма? Сонша айқайлатып. Со кеш бір. Қазір. Әкешім, сізге сұрпа дайындап қойдым, ішіп алыңыз. Қандай сұрпа адам өз басынып тұрған кезде. Маған қарамай өздерің ішеуіндір. Мен бір жер кетім керек. Әкешім, түн болды ғой, қайда барасыз? Одан да бізбен бірге тамақ ішсеңізші. Бір дастарханда отырмағанымызға көп болды. Мадина да, Жаннұр да сізді сағынып жүр. Сендер не? Менің қайда баратынды? Қашан келетін тексеретін болғансыңдар ма? Мен қайда барам, қашан келем? Өзім білем. Сының ба? Бар. Әкешім, тамақ жейсіз бе? Жоқ, ішпеймін. Онда ыстық шай дайындайын ба? Ішпеймін дедім ғой, өздерің ішеуіңдер. Сумка, ручка алуға қашан барамыз? Былтырғы сумкаларың бар емес па? Ол ескіріп қалды ғой. Ұқыпты болсаңдаршы, ұқыпты көреміз. Керемет серуен дедік, мамаларым тәтті тамақ дайындап қойған шығар. Жеп аламыз ба? Ассалаумағалейкум, Азат. Әке, осы Азат ағай неге соңғы кезде ішкілікке қатты салынып жүр?
қатты өзгеріп кетіпті. Бізге де амандассақ жауап бермейді. Балам, ол кісінің қазір жүрегінде үлкен мұң бар. Оны сен түсінуге әлі кішкентайсың. Өмірде әртүрлі жағдайлар болады. Қайғы мен қиындық бірге келеді. Қиындық келген кезде бір адамдар көтер алады, кейбіреулері жоқ. Әке, осы Азат аға, Сәуле апай қайтыс болмасақ, осындай жағдайларға түсті ғой, я? Дұрыс айтасың, қызым. Өзінің аяулы жарынан айырылу кез келген адамға қиын болады. Айша мне Жанур говорила, что дядя Азат часто по ночам, глядя на фотографии ихней мамы, долго сидит и плачет. Жарайды. Жүріңдер үйге кірейік. Күшті. Иә. Менде сондай болғым келіп тұр. Пәдемала көйлегі. Қалайсыңдар, қыздар екен? Жақсы, өзің қалайсың, Нұрхан? Жақсы, не қарап отырсыңдар? Амир өскенде модель болам дейді. Қойш. Ал, болам, несі бар? Менде модель болу үшін бәрі бар. Фигура десен фигура, түр десен түр. Аян, айтшы солай ғой, я? Әрине, таныман болам деп біз ұмытып кетпек. Ұмытпайын, мойындама. Модель, ағаң қайда? Үйде? Шақыршсыз, кеше бассейнге барамыз деп келісірдік қой. Ұмытып кеттім ане. Бассейн? Неге бізге айтпайсыңдар? Бірге баратын едік қой. Бүгін айтамыз дегенбіз. О, бассейн, қазір шақыр керем ағамды. Асыл жарым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын. Асыл жарым. Ой, Ерасыл, қалайсың? Кеше бассейнге барамыз дедім ғой. Ұмытып кеттің ба не? Жоқ, ұмытқан жоқпын. Жай анашыма үй жинауға көмектесіп едім, содан сәл кешігіп. Кеттік па онда? Иә, бірақ алдымен Қамбардың үйіне, Айшаның үйіне соғайық, мүмкін олар да баратын шығар. Иә, әрине. Балалар, кішкене күте тұрыңдаршы. Мен керекті заттарымды алып, тез келем. Жарайды, жылдамдап. Онда мен де заттарымды алып шығам. Сенің заттарыңды мен салып қойғанмын ұры жаққа. Алып шықтым. Айттым ғой жаңа үйден шыққанда. Есімнен шығып кеткен. Айттым ғой сендерге. Болсаңдар тез-тездеп. Кеше айттым ғой сендерге дайындалыңдар деп. Ертең мектепке киім алуға магазинге барамыз дедік қой. Сендерден басқа тірлігім жоқ адам ұқсап ше? Салонға жазылып қойғам. Сол жаққа анада еще успеть. Жүргендер балақайлар, мамаларыңды ашуландырмайшы. Қалайсың Қамбар? Жақсы достар, өздерің қалайсыңдар? Жақсы, біз бүгін бассейнге барамыз деп келіскен едік. Сен де баратын шығар деп ойласақ, асық сияқтысыңдар ғой, ә? Иә, асығыс едік, ренжімеңдерші. Мектепке киетін жаңа киімдер мен басқа да керек заттар алуға бара жатыр едік. Келесі жолы барармыз онда бассейнге. Жарайды, онда келесі жолы барарсың. Қамбар, болсайшы тез-тез. Жарайды достар, жолғамыз. Осы Қамбардың мамасы өмір ашуынан атта жүреді. Неге ондай? Енді әр адам меңіз басқаша ғой. Сонда да ашулана өріп шашып бітет сияқтысың ғой. Жүрінде Жаннұрдың үйіне барайық, құрбымды сағынып кеттім. Жарайды, жүріңдер.
Айша да, Мадина да, Жаныр да бүгін бара алмайды. Гарантия берем. Расында солай сияқты. Балалар, басқа күні барайық бақ сенге. Мен барғым келмей қалды. Менің де. Аниса да жоқ, Жаныр да жоқ. Сен не дейсің, Ерасыл? Негізі достарымызбен бірге барған қызығырақ болады. Жарайды онда. Кеттік. Үйге қайтақ. Не қарайсыңдар? Не маскүнем деп тұрсыңдар ма мен? Маскүнеммін. Не болмай ма, не ішуге маған? Білесіңдер ме сендер? Мен не үшін ішем? Мен өйткені жалғызбын. Ал сендер үшеусіңдер, үшеу. Мен ішем. Өйткені жалғызбын. Ал сендер үшеусіңдер. Қош. Әкешім, сіз бізге ренжімеңізші. Білем, анашымнан айырылған соң өзіңізді жалғыз сезініп жүрсіз. Мүмкін біз сізге қолдау көрсете алмай жатқан шығармыз. Бірақ сіз жалғыз емессіз. Жаныңызда біз бармыз. Біз сізді қатты жақсы көреміз, әкешім. Бірақ біз әлі кішкентаймыз ғой. Кейін біз үлкен болып өскен соң сіздің барлық жағдайыңызды жасайтын боламыз. Анашым секілді жақсы көретін тағамдарыңызды да жасап береміз. Сәл шыдаңызшы, сіз әлі бізбен мақтанатын боласыз. Әке, Ау қызым? сіз не ойлап тұрсыз? Бір нәрсе ойланып кеттім. Үйге кіресіз бе, шайдене берейін бе? Жоқ, мен үйге кірмеймін, жұмысқа барамын. Сендер өздерің іше беріңдер, шайларыңды. Жарайды, әке, жолыңыз болсын. Жарайды. Пап, мне мороженое купи, еще колу, только не забудь. Жарайды, қызым. Аниса, мороженое емес, балмұздақ. Жақсы, балмұздақ. Міне, көрдің бе? Осылай қазақша айту керек. Жүріңдер үйге керек.
Әке, ким алуға қашан барамыз? Уайымдама Жаннұр, әкешім барлығын өзі алып береді. Руслан, жалпы мына нысандардың барлығын уақытында тапсырмасақ, бәріміздің басымыз кететінін білесің ғой? Әрине, мәке. Сіздің оған еш күмәніңіз болмасын. Нысандардың барлығы өз уақытында тапсырылатын болады. Солай болсын. Жақсы онда, мәке. Мен ары қарай жұмыстарды жасай берейін. Аяна, біз бүгін Ерасыл Қамбар үшеуміз Айшаларға көмектесейін деп шештік. Білесің ғой, олар қазір қатты қиналып жүр. Әкелері ішімдікке салынды, ал мектеп болса жақында қалды. Соларға көмектесе қалай қарайсың? Жақсы шешім екен, мен қосыламын. Ата-анаңнан ақша сұрай аласың ғой, Сұрай аламын. Онда мен Ерасылға хабарласайын, сені қосылама сұрашы деген еді. Аға, саған Нұрхан звондап жатыр. Алло, келісті ме? Жақсы болды ғой онда. Мен де қазір анашымнан ақша сұраймын. Сосын ертең барлығым жолығып, Айшаға ақшаны апарып берейік. Жарайды, көріскенше. Айшаға Мадинаға Жаннұрға көмектесуге Аяна да қосыламын депті. О, күшті. Көп ақша жиналса, көп зат алып береміз оларға. Жүр, енді біз мамадан ақша сұраймыз. Жүр. Не болды, балапандарым? Бірдеңе айтайын деп пе едіңдер? Анашым, сіз Азат ағайдың қыздарын танисыз ғой, ә? Иә, әрине. Оны неге сұрадым? Олар қазір қатты қиналып жүр. Біз балалармен ақылдасып, ақша жинап, көмектесеміз деп шештік. Сол себепті бізге ақша бере аласыз ба? Мектепке баратын уақыт жақында қалды. Ауларда ручкалары да жоқ, сумкалары да жоқ. Жандарым менің, ниеттеріңнен айналдым. Әрине берем. Достарыңның қамын ойлап, оларға жанашырлық танытып жүрген жүректеріңнен сол. Балапандарым менің. Азат ағайларым негізі өте жақсы адам. Кезінде қаламыздағы ірі кәсіпкерлердің бірі болатын. Келіншегі қайтыс болғаннан кейін жалғыздыққа шыдамады ма,
осындай халге түсті. Марқұм Сәуледе өте жақсы жан еді. Амал қанша? Ерте кетті. 3 қызының да қызығын көре алмады. Ал Азат болса, жарайды. Ақша берем балапандарым. Достарының керек жарақтарын барлығын алып беріңдер. Сәлеметсіз бе, Марат ағай? Сәлеметсің бе, Айша қызым? Қалай жағдайларың, жақсы ма? Иә, жақсы. Әкең үйде ме? Иә, үйде. Тек ұйықтап жатыр еді. Жарайды, ұйықтай берсін. Айша қызым, сен ренжіме, иә? Бірақ қалай айтсам болады екен? Мынау мектеп болса жақындап қалды. Әкеңнің қазір қиналып жүргенін мен жақсы білем. Сондықтан мынаны ала қойшы, керек заттарыңды аласыңдар. Жоқ, Марат аға, не дегеніңіз? Алмаймын, керек емес ақшаңыз. Әкешім өзі алып береді барлығын. Ала қойшы қызым, алшы. Марат ағаларыңнан сыйлық деп білесіңдер. Біз көрші емеспіз ба? Жарайды, жақсы қызым. Әпке, біз неге мұндай жағдайға түсіп қалдық? Анашым бар кезде барлығы мүлдем басқаша еді ғой. Қысқасы, Нұрхан да, Ерасыл мен Аймера да, Аяна да ертең Айшаларға көмектесуге дайын екен. Енді біз де әкемнен ақша сұрауымыз керек. Әке ақша береді ма? Қалай ойлайсың? Береді деп ойлаймын. Өзің де білесің ғой, ол қайырымдылыққа өте көп ақша жұмсайды. Біздің де жасайын деп жатқан ісіміз қайырымдылыққа жатады. Азат ағай соңғы кезде қатты ішкілікке салынып кеткен соң, оларға көмектесу біздің міндетіміз. Қамбар есіңде ма? Олардың мамасы Сәуле апай тірі кезінде бізге көп сыйлық алып берген ғой. Мен туылған күнімде кукла Барби сатып алып берген. Әлі есімде. Сол кукла Барбиді осы күнге дейін сақтап жүрмін. Аниса, есіңде ма? Сен туылған күніңе күшті кофта алып берген еді ғой, я? Я есімде. Хотя я тогда была еще такой маленькой, но все хорошо помню. И помнишь, она тогда испекла такой большой и красивый торт. Помнишь? Иә, есімде. Сол тортты мен жеймін деп үшеуміз әбден талас едік қой. Жалпы Сәуле апай өте керемет адам еді. Азат ағай да ол кезде жақсы еді. Ал қазір мүлдем басқа адамға айналды. Қамбар, мен кеше айттым ғой. Байқамайсың ба? Сәуле апай қайтыс болған соң ол бірден өзгеріп кетті ғой. Қаға кетті мыналар? Неғып отырсыңдар сен үшеу? Мен сендерге қанша рет айттым ғой, әкелерің келгеніне 1 сағат болды ғой. А дастархан дайын емес. Неғып отырсыңдар, көздерің бақырайып. Барыңдар тез. Постоянно айтам ғой сендерге. Дастархан всегда дайын тұрсын әкелерің келген кезде деп. А ты что, красавица? Саған отдельно приглашение нужно, что ли? Давай. Мам, можно я чуть-чуть на свежем воздухе посижу? Свежий воздух. 1 сағат болды отырғанға. Давай, шагом марш. Жүр. Үфілдейме маған.
Айша! Ау, әкешім. Мынау қайдан келген ақша? Мен сенен сұрап тұрмын, қайдан келген ақша мынау? Марат аға берді. Алмайым десем де тыңдамай, қолыма ұстатып кетті. Не үшін? Мектепке керек заттарыңды аласыңдар деді. Сен не? Қайыр сұрауды үйренгенсің ба? Әкешім, мен оны алмайым дедім. Бірақ Марат аға... Жап аузыңды! Тұр бұлай. Азат, ассалаумағалейкум. Мына ақшаңды тығатын жеріңе тығып қой, түсіндің ба? Менің қыздарым ақша беріп жарылқамай қойылай. Мен сенен ақша сұраған жоқпын, сұрамаймын да. Бай болсаң, өзіңе байсың. Байсымақ. Азат! Азат! Жолама. Қыздарына ақша бердің ба? Е? Не үшін? Қалай не үшін? Раушан, сен көрмей жүрсің ба? Азаттың отбасы қалай қиналып жатқанын? Тіпті олардың жейтін наны жоқ. Сабақтың уақыты болса жақындап келе жатыр. Олардың мектепке киетін киімі де, ұстайтын сөмкесі де жоқ. Құдай қосқан көршіңе көмектеспей қалай қарап отырасың? Так, сендер бөлмелеріңе орындаршы. Марат, мына сенің мінезің бір күні түбіңе жетеді. Қиналса не, сен түсіріпсің ба осындай жағдайға? Арақты сен ішкіздің ба? Или қатынын өлтірдің ба? Ейна, қыздары қиналса, ана томардай болып жүр әкесі. Еңгезердей еркек. Істесін, тапсын, тапқан таянған араққа жұмсап. Сиыр сипағанды білмейді дейді. Жаның ашып, берген ақшаңа, алған алғысың анау ма? Бетіңе лақтырды ақшаңды. Алқаш. Жұмыс істесін, тапсын, бала шағасын асырай алмай ма? Неменеге еркек болып жүр ол? И вообще сен айдаладағы бір жетімдерді жарылқағанша, бала шағаң жарылқаш өзіңнің. Туған әкесі қыздарына жаны ашымаған тас жүрекке сен жаның ашымай қойсыншы. Жетере. Аузым бар деп оттай берме. Мен берсем, Азат үшін берген жоқ. Оның ана түкке кінәсі жоқ. Періште қыздар үшін бердім. Раушан, бұл өмір. Өмірде әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Ертең не болатынын ешкім білмейді. Марқұм Сәуленің көзі тірісінде қалай көрші болып араластық? Көз кеткеннен кейін бәрін ұмыттың ба? Үйіңе топырлап қонақ келген кезде сол жүгіріп келмейтін бе көмектесуге? Әкесінен тірідей, шешесінен өлдей айырылған ана перзенттердің кінәсі жоқ.
Кім бар үйде? О, Сәкен аға келді. Ей, жаным сол. Қалайсың? Жақсы. Сәкен аға не үшін келмей кеттіңіз? Сізді сағынып кеттім ғой. Құдай жаным ау, мен де сағынып кеттім сендерді. Сағынған әке міне келіп тұрмын. О, Сәкен аға. Құдай жандарым ау, алтындарым сол. Қалайсыңдар? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Аллаға шүкір, жақсымыз. Сіздің де келетін күніңіз бар екен ғой. Бізді мүлде ұмытып кетті ма деп жүрсек. Ой, жандарым ау, сендерді қалай ұмытайын, а? Міне қолым қалай босады, солай зу өтіп келдім сендерге. Жүріңіз, төрлетіңіз. Қане, жүріңіз. Солай де, Айша. Негізі, мен сенің әкеңнің басынан болып жатқан жағдайдың бәрін жақсы білем. Анаңнан айырылып қалу әкеңе оңай тиген жоқ. Қанша жылдан бері отасып келе жатқан аяулы жарынан қапелімде айырылып қалу деген ол ешкімге де оңай тимейді. Ал Азат бар болса тасымайтын, жоқ болса жасымайтын, ауыртпалыққа шыдай білетін нағыз жігіт еді. Бұл жолы мына тағдырдың тәлкегіне шыдай алмай, мына сынаққа қалай сынып кеткен әлі күнге дейін түсіне алар емеспін. Дәл қазір оның ішкі жан дүниесінде не болып жатқанын өзінен басқа ешкім де білмейді. Жүрегіндегі барлық ауыртпалықтарды өзінің ішіне сақтап жүрген сияқты. Айша, қандай жағдай болса да, сен әкеңе ренжіме, жарай ма? Бәрі жақсы болады. Бұл күндерден де өтіп кетерміз. Мен білетін Азат қателіктің құлы болып, жамандықтың жетегінде кететін жігіт емес. Оған біраз уақыт керек сияқты. Ал сен енді үлкен қыз болдың. Қолыңнан келсе, әкеңе қолдау білдіргенің жақсы. Жарай ма? Сәкен аға, білесіз бе, мен үлкен қыз болғым келмейді. Себебі Асқар Таудай әкесі тірі кезде қыз баласы үнемі кішкентай болады. Әке ол қандай адам екені маңызды емес. Кішкентай қызы үшін ол ұлы қорған. Сол ұлы қорған тірі кезде қыз баласына ештеңе де қорқынышты емес. Мен әкешімді қатты жақсы көрем. Оны жоғалтқым келмейді. Кім не десе о десін, бірақ жер бетінде менің әкешіме жететін адам жоқ. Раушан, бұл өмір.
Өмірде әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Ертең не болатынын ешкім білмейді. Марқұм Сәуленің көзі тірісінде қалай көрші болып араласты? Көз кеткеннен кейін бәрін ұмыттың ба? Үйіне топырлап қонақ келген кезде жүгіріп келіп көмектесетін сол емес пе? Ассалаумағалейкум. Алейкумсалам. Қалайсың, Азат? Жақсы, шүкір. Өзің қалайсың? Аллаға шүкір, жақсы. Азат, сенімен сөйлесейін деп әдейі келдім. Иә, айта бер. Азат, екеуміздің таныстығымыз күні кешеден басталған жоқ. Оны өзің де білесің. Бірінші курстан бастап дос болдық. Бір нанды бөліп жеп, ыстыққа да, суыққа да бірге жүрдік. Қарындасым Сәуле екеуің танысып, бас қосқандарыңда сен де күйеу балам болғанына қатты қуанып едім. Өзіңдей мықты жігіт, жігерлі жігіт, менің қарындасымды қорғымайды деген сенімде болдым. Сенімді ақтадың. Сәулені алақаныңа салып, аялап жүргеніңді де көрдім. Өзім куә болдым. Бірақ енді тағдырдың жазғаны солай шығар. Әйтпесе, сен аяулы жарыңнан, мен сүйкімді қарындасымнан ойламаған жерден айырылып қаламыз деп ойладық па? Болар нәрсе болды. Өлгеннің артынан өлмек жоқ деген. Тірі адам тіршілігін жасау керек, Азат. Бірақ сенің бұрынғы ерік жігерің, қиындыққа төтеп беретін өжеттілігің қайда қалды? Неге сонша бұндай күйге түсіп кеттің, бауырым? Неге сонша төмендеп кеттің? Әлде ащы суға беріліп, бар қайғыңды ұмытам деп ойлайсың ба? Бұл не істегенің, бауырым? Неге үндемейсің? Дертіңді ішіңе сақтағанмен еш нәрсе де шықпайды. Мен Сәуледен айырылған соң, бұл өмірдің маған ешқандай қызығы қалмады. Ол өзімен бірге бұл өмірдің мәнінде, мағынасында, қызығы мен қуанышында өзімен бірге алып кетті. Мен не үшін, кім үшін өмір сүруім керек, айтшы? Ей, ақымақ, кім үшін өмір сүрем дегенің қай сасқаның, а? Ана гүлдей болып өсіп келе жатқан үш қызың ше? Сәуле саған үш періштеңді аманат етіп тастап кеткен жоқ па, а? Асқар таудай әкем бар деп саған арқа сүйемегенде кімге арқа сүйейді олар? Көздері жәутеңдеп, менің әкем қашан келеді деп, сенің жолыңа қарап отырған асылдарың неге аямайсың, а? Неге жаның ашымайды сені соларға? Не болып кеткенсің, Азат? Ар намыс деген қайда сенде? Қарашаны жан-жағыңа. Біреулер бір перзентке зар болып жүр. Ал саған Құдай жәннатқа төтемен баратын үш перзент берген жоқ па? Неге соны ойламайсың сен? Неге сонша төмендеп кеттің, а? Сен әйеліңнен айырылсаң, сол сенің әйелің менің бауырым емес бе? Мен де бауырымнан айырылған жоқпын ба? Қарындасынан айырылын деген деп, мен де ішкіндікке салынып кетуім керек па? Алласына қайтқан әрбір жан үшін ішіп кететін болсақ, мына тәрбиелеп отқан ұл қыздарымыз не болмақ сонда? Неге соны ойламайсың сен? Бүкіл сана сезіңді араққа айырбастап жібергенсің ба? Есіңді жей, бауырым. Ана үш перзентіңе ие бол. Ойлан, Азат. Ойлан. Әлі де кеш емес.
Айша, Мадина, Жаннұр, мына ақша сендерге. Біз бұны балалармен бірге жинадық. Мектепке қажетті заттарды аларсыңдар. Қысылмай ала беріңдер. Қиналған кезде бір-бірімізге көмектеспесек, несіне дос болып жүрміз? Айша, кеше Азат ағай мен әкемнің арасында түсінікпеушілік болып қалыпты. Сендер оның көңілдеріңе алмаңдар. Біз Аниса, Томирис үшеуміз достар ретінде үлесімізді қостық. Қабыл алыңдар. Балалар, ниеттеріңе үлкен рахмет, бірақ бұл ақша бізге қажет емес. Расында достар, қажет емес. Керекті заттың бәрін әкешім өзі алып береді. Мадина, қажет емесі қалай? Біз жай ғана дос ретінде көмектесеміз келді. Рас айтам, Аяна. Қажетті заттың бәрін әкешім өзі алып береді. Иә, әке өзі алып береді. Онда мен сендер үшін өте қуанышпын. Папам айтқан, көршінің қуанышынан қуансаң, сен бақытты адамсың. Айша, Мадина, Жаннұр, егер сендерге Азат аға барлық заттарымды алып берем десе, мен де сендер үшін өте қуаныштымын. Бір-біріміздің қуанышымызды ортақ болу қандай бақыт. Солай емес пе, достар? Айша, Мадина, Жаннұр, мен де өте қуаныштымын. Сәлеметсіз бе, Раушан апай? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қайда жиналдыңдар? Азат ағайдың үйіндегі достарымызға келгенбіз. Соларға жолығып кетіп бара жатырмыз. Дұрыс екен. Достарың жағдайын біліп тұрған дұрыс. Қазірше жиналып қайда бара жатсыңдар бәрің? Білмейміз. Әзірге шешкен жоқпыз. Достар, мүмкін бассейнге барамыз. Табылған ақыл. Шынымен де бассейнге барайықшы. Жарайды, барсақ барайық. Қамбар, сендер бізбен бірге барасыңдар ма? Білмейм. Егер анашым рұқсат берсе. Әрине рұқсат бұтым. Барып қайтыңдар дедім ғой. Бұның несіне таңғаласың? Анашым, Ау. сізде бәрі дұрыс па? Мүлден өз-өзіңізге ұқсамайсыз. Басқаша азыз. Басқаша ештеңесі де жоқ. Барып қайтыңдар достарымен демалып қайтыңдар. Айтқандай, ақшаларың бар ма, мен сендерге аударып жіберейін, е? Қарындарың ашса бірдеңе аласыңдар. Раушан апа, ақша керек жоқ, бізде өзімізде бар ақша. Мам, с тобой точно все в порядке? Да, жаным, бәрі дұрыс менде. Не знаю, по-моему, что-то не так. Все так. Барлықтарың жақсылап демалып қайтыңдар, бірақ көп кешікпеуге қайтыңдар, жарайды ма? Сау болыңыз, Раушан апай. Сау болыңдар, балапандар.
қалайсыңдар? Әкешім, қазір күте тұрмыз, тамақ та дайын болады. Жарайды, күте тұрайық онда. Әкешім, бүгін сіздің жақсы көретін тағамызды дайындадық. Ой, бәрекелді, жандарың сол. Әке, мына тортты мен өзім жасадым. Жарайсың қызым, білем ғой мен сенің қолың гүл екенін. Қызым, мына ыдыс кімге? Әлде тағы бір қонақ келеді ма? Әкешім, шынымен дейсіңіздер жоқ па? Бүгін анашымның туған күні ғой. Ол үнемі осы жерде сіздің қасыңызда отыратын. Отағасы, не қып үнсіз отырсыз? Ал құрметті көршілер, осындай үлкен дастарханда басымыз қосылып отырмағалы біраз уақыттар болыпты. Біз енді көп жағдайда күйбең тіршілік деп мынау ара қатынасымызды алыстатып алатынымыз жасырын емес. Енді мынау сондықтан болашақта мынау тату тәтті көршілер екенімізді білдіріп, және де мынау өзіміздің қуанышымыз болған кезде қуанышымызбен бірге бөлісіп, жақсылық болған кезде осындай жақсы дастарханда басымызды қосуды әдетке айландырайық. Әрине мойындау керек, осы біздің қайта қауышып отырғанымызға мына біздің балапандарымыздың себепкер болып отқаны. Осылардың бір-біріне деген адал достықтары, жанашырлықтары бізді қайта қауыштырып, достастырып, осындай жерге жинап отыр. Сондықтан да осы балапандарымызға алғысымызды айтуымыз керекпіз.
Және де тағы да айта кететін жайт, біздің Азат бауырымызды білесіздер, білікті маман екенін. Азат бауырымды менің өтінішім бойынша біздің құрылыс компаниямыздың қаржы бөлімінің меңгерушісі ретінде жұмысқа орналастырдық. Сол үшін құттықтап қойыңыздар.